Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ бөлкелер дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құйып, оған дрожжымызды, тұзымызды және де қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, 3 ас қасық. Одан кейін сары майымызды ертілген салатын боламыз. Сары майымыз 30 грамм жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды біркелкі араластырып алатын боламыз. Және де бірден үстіне електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыз шамамен 700-750 граммдай кететін болады. Менде осы жолы 700 граммдай ұным кетті. Алдын ала електен өткізіп алған жақсы. Ұнды шетінен салып, жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ тесто дайындайтын боламыз. Қамырымызды әбден қолымызбен жақсылап дайындап алатын боламыз. Жақсылап басып дайындап аламыз. Бөлек-бөлек салып, қамырды илеген дұрыс. Бірден салып жібермеңіздер, себебі ұн көптеу кетіп қалып, қатты болып кетуі мүмкін. Соңынан үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап бір басып алатын боламыз. Бетіне мен әрдайым осылай мешок салып, одан кейін барып қақпағын жауып жылы жерге қоямын. Сол кезде күшті көтерілетін болады. Ешқандай қиындығы жоқ, қарапайым тесто дайындайтын боламыз. Шамамен 1 сағаттың ішінде менде тестом жақсылап көтерілді. Мінекей менің қамырым күшті болып көтерілді. Әдеттегідей әрдайым осы рецептпен жасаймын. Сізде жасап көріңізге кеңес етемін. Қолымызды майлап алып, одан кейін барлығы бірдей болуы үшін мен весыйды қолданатын боламын, ал сіздерде болмаса көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Барлығын бірдей етіп бөліп дайындап алдым, 100 граммнан дайындадым. Сол кезде формаларда бірдей болып шығатын болады. Пешімді алдын ала қыздырып қойдым. Енді барлығын дөңгелектеп алатын боламыз. Шеттерін осылай бүріп, одан кейін дәл видеодағыдай етіп, домалатсаңыздар өте әдемі болып шығады. Барлығын бірдей етіп дайындап алғаннан кейін кішкене уақытқа тағыда көтерілуге алып қоятын боламыз. Бетіне қайтадан пищевая пленка немесе мешок жауып қойсаңыздар болады. Сол кезде тағы да көлемі ұлғайып, және де біздің бөлкелеріміз көмпейіп шығатын болады піскен кезде. Мінекей менде 10 штук болып шықты. Осылай мешок салып қойдым бетіне. Осылай болып көтерілді менде. Үстіне жұмыртқаның сарысымен сүтті араластырып, 1 ас қасық дайындап алдым, бетіне жағып шығатын боламыз. Бұл бөлкелерді бургер жасауға да қолдануға болады, және де ішіне начинка салып жасасаңыздар да болады. Мінекей 180 градуста 30 минутта менің булочкаларым дайын болды. Өте дәмді әрі көмпейіп шықты. Міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес етемін. Сіздерде де дәл осындай болып шығатынына сенімдімін. Егер де рецебім ұнап жатса, қазақ тілді каналдың дамуына үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рецептіме лайк басып, комментарий қалдыруларыңызға болады. Үй жағдайында бургер дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Нағыз фастфуд дайындайтын жерден де дәмдірек болып шығады. Үйіңізде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен жібітілген фаршымызға тұзымызды, бұрышымызды және де мен әрдайым осындай роллтон специясын қосып, жақсылап барлығын араластырып дайындаймын. Котлеттерімізді весыйға бөліп, барлығы бірдей болу үшін бөлшектеп дайындап алдым. Одан кейін осындай пергамент қағазына котлеттеріміздің формасын дайындадым. Қолыммен осылай дайындап, жіп-жіңішке етіп дайындап аламын. Одан кейін оны морозильникке 1,5 сағаттай уақытқа қатыратын боламын. Сол кезде пісірген кезде өте ыңғайлы, котлеттеріміз шашылып, немесе
жаңағы бөлініп кетпейтін болады. Қатырып алғаннан кейін өте ыңғайлы болады пісіргенге. Және де міндетті түрде жіңішкелеу етіп дайындаңыздар. Толықтай пісірген кезде толықтай пісуі үшін. Мінекей барлығын дайындап шығамыз. Сіздерге кеңес етемін. Менің отбасыма прям қатты ұнады. Балаларыма қажет емес ұнатпайтын заттарын салмай жасап бердім. Отбасыма барлығына прям қатты ұнады. Дәмі деген кәдімгі бургерлердің дәмінен аспаса кем түспеді. Одан кейін булочкаларын осылай барлығын табаға қуырып дайындап аламыз. Себебі табада қуырылған кезде одан сайын дәмдірек болып шығады. Немесе грильницада пісірсеңіздер де болады. Ал булочкалардың рецебі менің каналымда бар, толық пісіру жолы. Қарасаңыздар болады. Мінекей котлеттерімізді морозильниктен алғаннан кейін өте ыңғайлы. Осылай табада кішкене май құйып пісіріп алатын боламыз. Бетін жауып пісірген жақсы, майы шашырамайтын болады. Табаңыз үлкені болғаны ыңғайлы. Менде осындай таба болғандықтан бір-бірден пісірдім. Мінекей екі жағын толықтай пісірдім. Және де міндетті түрде котлеттерді дайындаған кезде үлкендеу қылып жасаңыздар. Себебі пісірген кезде осындай кішкентай болып қалатын болады. Соусын дайындау үшін майонез бен кетчупты араластырамыз. Және де горчица қосатын боламыз. Шай қасықпен бір қасық горчица қосамыз. Мен осы жолы қоспадым, себебі балаларым жетім болғандықтан оны қоспадым. Одан кейін мінекей барлығын дайындап алдым. Листья салатамды және де бургерге арналған сырымды плавленый, қияр жуа және де помидорымды барлығын кесіп дайындап қойдым. Мінекей осылай алдымен соусты жағып, одан кейін листья салатасын, одан кейін жаңағы котлетімізді және де помидор қиярымызды, жуамызды, жақсы көретін нәрселеріңізді ортасына салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, әрі оп-оңай жасалады екен. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Отбасыңызға кешкі асқа жасап берсеңіз болады. Шамалы өзгеріс енгізіп, мен кешкі асқа жасадым. Мен отбасыма барлығына қатты ұнады. Жолдасым тіпті 2 бургер жеп алды. Дәмді болған екен деп қатты ұнады барлығына. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз достар. Назарларыңызға рахмет.